Қызыл қасқыр Қазақстан аумағында жойылып кеткен түр. Қызыл кітапқа енген бұл жыртқыш Тянь-Шань мен Алтайдың биік жоталарында таралған. Қызыл қасқыр негізінен таудың жоғарғы белдеуінің жер жартасты шатқалдарында, субальпі және альпі шалғындықтарда, сырттар, үстірт тәрізді таулы далалы және орманды учаскелерде, әсіресе теңіз деңгейінен 2,5-4 мың метр биіктікте мекендейді. Қасқырдың бұл түрі барлық жерде өте сирек кездеседі. 20 ғасырдың басында бірнеше рет Тарбағатай мен Жоңғар алатауында табылған. Бірақ соңғы 40 жылдарда республика аймағында осы жануардың бірде-бір кездесуі тіркелмеген.